Ассалаумағалейкум, құрметті достар, мына әлем жаңалықтарын бір шолу жасап қойық. Жалпы мынау дүниені біліп атсыздар, естіп атсыздар, интернеттер, ютубтан көріп атсыздар. Дүниеде болып жатқан жағдайларды неше түрлі құбылмалы жағдай батыр. Соның бір қазір мынау Украина мен Ресей арасындағы бірінші дау болып тұр ғой, соғыс. Сода кеше Трамптың неге байланысты осы айтқан бір сөз жазыпты, мынау Спутник Қазақстан деген ақпараттық портал бар екен, сол жерде айтқан екен. ақш президенті Дональд Трамп дейді, Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты мысалға ала отырып, қазіргі заманғы соғысқа ұшқышсыз ұшақтардың айтарлықтай ықпалы бар екенін атап өтті дейді. Бұл туралы ол Force On подкастының эфирінде айтты дейді. Жалпы айтқанда бұл қазіргі замандағы дрондардың бұл рөлін атқарып жатқан рөлінің маңызды екенін айтып отыр ғой бұл жерде. Қазір мынау Ресейдің жаңағыдай ұшақтың осы ұшқыш ұшақтармен бомбаланып жатқандығы қазіргі бірінші жаңалықтар нүктенің бірінші болып тұр да сол. Трамп дрондардың жылдан ары ақылды жүйе болып шыққанын және 3 жыл бұрын олардың ұрыс алаңында соншалықты ықпалды болатын ешкім елестете алмағанын айтты. Бұл жалпы айтқан кезде жаңағы екі түрлі дрон бар ғой, біреуі бағанағы барлаушы дрон, екіншісі осы соғысқа арналған дрондар да. Дрон осындай қуатты қару болады деп кім ойлаған дейді. Ол көптеген басқа қару түрін, тіпті ұшақтарды да алмастырып отыр дейді. Былайша айтқан кезде бұл адам шығынын азайту, адам шығынын азаюына соғысқа аттанған адамдардың орнына дрондар кетіп жатыр ғой. Бұл жалпы Трамп деген бұл қазір Путинмен әлі де сол үміт үзбей отыр ғой. Путин жаңағыдай соғыс тоқтатады, Путин әлі келеді деген сияқты жаңағы. Мен айтсам көнеді досым деген сияқты. Трамп дейді жаңа Ресей Украинамен келіссөз тоқтатпайды деп үміттенеді дейді. Жалпы Украина мен Ресейдің арасында қазір қақтығыс өте ушығып тұр. Шынын айтқан кезде қазір бір екі жақ ит шығыс, не жеңілмейді, не жеңбейді, сондай жағдайға келіп тұр қазір ахуал. Онан мынандай ақпарат келіп түсті. Ресей Украинаны Стамбулда қол жеткізілген келісімдерді сақтауға шақырды дейді. Бұл алдыңғы жаңа Украинадағы екі жақты келістіріп, Путин жаңа өзі бармай жаңағы көмекшілер жіберген еді, соған байланысты айтылған екен. Ресей тарапы Стамбул келісімдеріне сәйкес Украинаға қаза тапқан әскери қызметшілердің денесін тапсыруға әзір дейді. Алдындағы жаңағы украиндар Ресей украиндарға жаңағы мәйіттерін тапсыруға соған келіскен екен, денесін тапсыруға. Ресей Федерациясы Киевті Стамбулда қол жеткізілген келісімдерді нақты сақтауға, әскери тұтқындармен алмасуға дереу кірісуге шақырды дейді. Бұл туралы Ресей президентінің көмекшісі Украина тарапымен келіссөздерді Ресей делегациясының басшысы Владимир Мединский өзінің телеграм арнасында хабарлап айтқан екен. Ресей тарапы Стамбул келісімдеріне сәйкес 6 маусымда Украинаға қаза тапқан әскери қызметшілердің 6000 астам денесін беруге, сондай-ақ жараланған және ауыр науқас әскери тұтқындар мен 25 жасқа толмаған тұтқындарды алмастыру бойынша гуманитарлық акцияны жүзеге асыру кірісті делінген хабарламада дейді. Сондай-ақ ол Киевті және қол жеткізілген барлық уағдаластықтарды нақты сақтауға, адамдармен алмасуға дереу кірісуге шақырды. Біз келіскенде әр тараптан 1200 сарбаз бен офицер үйге оралуға мүмкіндік алсын деп жазды дейді ол жаңағы. Келлог деген бағана Украинадағы қақтығыстың бейбіт түрде аяқталатынына сенім білдірді дейді. Жалпы бұлар әлі сол екі жақты келістіре алмай дауға түсіп, бастары дауға қалып отыр. Трамптың арнайы өкілі жанжалды шешу үшін барлығы аянбай жұмыс істеп жатқанын айтты дейді. Ресей айтқанын істеткісі келеді, Украина Россияның айтқанына көнбейді, сол жақта екі жақ жағдай батыр. ақш президентінің Украина бойынша арнайы өкілі Кит Келлог Fox News арнасында Украинадағы қақтығыстың бейбіт түрде аяқталатынына сенім білдірді деп жазады дейді. Келлог жүргізушінің сұрағына бұл мәселенің оң шешімін табуға жауап берді дейді. Иә, мен сол ойлаймын, егер мұны біреу жасай алса, бұл Трамп деп деді Келлог. Бұлар әлі жаңағы Путиннің аузына қарап, әлі Путин жаңағы айтқанын істейді, көнеді деген деп
Соған жанталашып жатыр екен. Одан Америка Лос-Анджелесте жаңа қақтығыс болып жатыр полицейлер мен Трамптың жаңағы несіне қатысты, шешіміне қатысты, мигранттарды шығаруға қатысты. 200 адам қамалды, тұтқындалды деп жатыр, бірақ бұл штаттан штатқа өршіп бара жатыр бұл қақтығыс. Одан жаңа ғана өзіміздің Тенгри Ньюс деген ақпарат порталында хабар, Индияда самолет құлапты дейді. Адам тасығыш бортында 250 адам, 260 адам бар дейді. Жалпы Индияның самолеттары қазіргі өзі. Пакистан, Индияның самолеттары ескі самолеттар ғой өзі. Пойыздарда бұлардың ескі. Соған байланысты ақау болып, мотордан ақау болып құлаған дейді. Жаңалықта осындай кеп хабар келіп түсті. Жақсы, әлемдегі жақсы жаңалықтар болса, хабарлар болса жеткізіп тұрамыз. Елім, заман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы жаңалықтармен бөлісуге Алла нәсіп етсін.